Саламатсыздар ма, құрметті екінші сынып оқушылары? Бүгін қазақ тіл пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі қазақ тілінен өтетініміз 121 сабақ дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабақтан меңгеретініміз дара және күрделі сын есімдерді анықтай аламыз және сөйлемдерден дара күрделі сын есімдерді таба аламыз. Бейнероликке назар аударайық. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой саламаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Жақсы балалар, біз күрделі сын есімдерді қолданып жүрсек, онда сөзіміз де өте әсерлі болады екен, Онда сіздерге тапсырма, берілген сөздерді екі бағанға жазайық. Дара және күрделі сын есімді ажыратайық. Ақ, дара сын есім. Сарала, күрделі сын есім. Жасыл, дара сын есім. Ағала, күрделі сын есім. Қара, дара сын есім. Қара торы, күрделі сын есім. Үлкен, дара сын есім. Жап-жасыл, күрделі сын есім екен. Бағана бейнероликте айтып кеткендей, бір ғана сөзден тұрса ол қандай сын есім екен? Дара сын есім екен. Екі не одан көп сөзден тұрса ол күрделі сын есім екен. Жақсы, ары қарай кеттік. Біздің сын есіміміз екіге бөлінеді екен. Дара сын есім және күрделі сын есім. Дара сын есім бір сөзден ғана тұрады екен, ал күрделі сын есіміміз екі не одан да көп сөздерден тұрады екен. Күрделі сын есімдер бөлек-бөлек жазылады екен. Бұл ережені біз ылғи есімізге сақтап жүруіміз қажет. Екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқимыз. Адам көптеген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап, қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшеліктерін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тік ұшақ жасады. Міне осы сияқты адамның
табиғаттан үйренгені көп екен. Жақсы. Мәтін не туралы? Табиғаттан адамның үйренгені туралы. Жақсы. Мәтін неше бөліктен тұрады? 2 бөліктен тұрады екен. Мәтін түрін анықтайықшы. Әңгімелеу мәтіні. Жақсы. Мәтіннен дара және күрделі сын есімді ажыратайықшы. Үлкен. Қандай сын есім? Күрделі сын есім. Жақсы. Және сүңгуір қайық дегенде сүңгуір сөзі қандай қайық? Сүңгуір қайық. Яғни дара сын есімге жатады екен. Жақсы. Ары қарай кеттік. Біле жүріңіз балақай. Ұшу аппараттары туралы сіздерге қысқаша айтып өтейін. Ұшақ туралы. Ұшақ күшті қондырғы, қозғалтқыш көмегімен атмосферадан ұшуға арналған қозғалмайтын қанаты бар ауадан ұшу аппараттары. Бұл аппарат өз қозғалтқыштарының тарту күшімен белгілі бір жылдамдықпен қозғалған кезде қанатында пайда болған көтергіш күш әсерінен аспанға көтеріледі. Қолдану мақсатына сәйкес ұшақтар азаматтық және әскери ұшақ болып ажыратылады. Азаматтық ұшақтарға жолаушылар таситын, жүк таситындар жатады. Тікұшақ. Тікұшақ ауадан ауыр ұшатын аппараты. Тікұшақтың жылдамдығы 350 км сағатына. Жүк көтергіші 40 тоннаға дейін. Тікұшаққа 4-5 адам сияды екен. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Ұшақты неге қарап шығарды? Экскаваторды, қайықты, тікұшақты және сүңгуір қайықты неге қарап жасаған екен? Көрейік. Тышқанға қарап экскаваторды ойлап тауыпты. Ұшып жүрген құстарға қарап ұшақты, балыққа қарап сүңгуір қайықты, жүзіп жүрген құстарға қарап қайықты, және соңғысы инелікке қарап тікұшақты ойлап шығарған екен. Есімізге сақтайық балалар. Жақсы. Енді балалар дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, 4-ші жаттығуды қатесіз, көркемдеп көшіріп жасайық. Және сол өлеңдегі сын есімді тауып, астын бір сызықпен белгілейік. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Келесі жаттығуымыз 6-шы жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзеп көшіріп жаз. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшша ұзақ ұшар. Яғни осы жаңылтпашта 2 қате бар, сол 2 қатені тауып, қатесін түзеп көшіріп жазамыз. Келесі 5-ші жаттығу үйге тапсырма. Ребусты шешіп, шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құраймыз. Жақсы, кері байланыс. Бүгінгі менің сабағым қалай өтті? Бас бармақ тәсілі арқылы белгілейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін.